Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер, ағай. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Балалар, біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге мынандай тілектермен бүгінгі сабақты бастағым келіп тұр. Бүгінгі күнімізде мейірім, еңбек, білім, жақсылық, жетістік, батылдық және де ең бастысы барлықтарына терең ой тілегім келіп тұр. Ендеше бүгінгі сабағымызды ары қарай бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын бүйінгі әдісі арқылы үй тапсырмасын пысықтап алайық. Біз өткен сабақта 1836-38 жылдардағы ұлт азаттық көтерілістер туралы өткен болатынбыз. Ендеше бүйінгі әдісі арқылы бүйінгінің 21-ші ұяшықтың сұрағы 1836-38 жылдардағы көтерілістің басты мақсаты не болды? Азамат айта ғой. Әділетсіз алым-салықты жою. Әділетсіз алым-салықты жою дейді. Дұрыс па балалар? Яғни дұрыс жауабы халықты Жәңгір хан мен патша үкіметінің озбырлығынан қорғау, жер мәселесін шешу және әділетсіз алым-салықты жою екен. Тамаша. Келесі бүйінгі ұяшығы бізде 19-шы ұяшық екен. 19-шы ұяшықтың жауабы Жәңгір хан Орынбор генерал-губернаторына жолдаған хатында Исатай мен Махамбетті қалай айыптады? Кім жауап береді? Санжар? Оларды хан билігіне қарсы шығып, халықты бүлікке шақырды деп айтты. Дұрыс па балалар? Яғни Исатай мен Махамбетті хан билігіне қарсы шықты, халықты бүлікке шақырды, тәртіп бұзушы деп айыптаған екен. Тамаша. Келесі бүйінгі ұяшығы бізде 7-ші ұяшық. 7-ші ұяшықтың сұрағы Махамбет Өтемісұлы өмір сүрген жылдар. Кімге жауап береді? Кім жауап береді? Бірінші топтан Хисамедин. Қай жылдар жоқ? 1836, 1804, 1846 жылдар. Дұрыс айтады. 1804-1846 жылдары. Келесі сұрағымыз бізде бүйінгінің ұяшығы бірінші ұяшық екен. Бірінші ұяшықтың сұрағы Исатай Тайманұлы өмір сүрген жылдар. Үшінші топтан сұраймыз. Нұрхан айта ғой. 1791-1838 жылдар аралығында өмір сүрді. Дұрыс айтады. Яғни Исатай Тайманұлы өмір сүрген уақыты 1791-1838 жылдар аралығы. Жарайсыңдар, тамаша. Келесі бізде соңғы ұяшық, 12-ші ұяшық екен. 12-ші ұяшықтың сұрағы Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістер хан ордасын қай жылы басып алды? Арлан. 1837 жылдар. Дұрыс па балалар? 1837 жылдар екен. Дұрыс, тамаша. Ендеше балалар, біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл әдісіне назар аударайық. Мына жерде сіздерге ребус берілген. Ребусты шешсек, бүгінгі ұлт азаттық көтеріліс басшысының есімі шығады. Кеме, Қасық, болып тұр, иә? Азамат? Кенесары Қасымұлы. Демек, бүгінгі сабағымыз кім туралы болмақ екен? Кенесары Қасымұлы туралы екен. Енді қараңдаршы, сабақты болжау балалар. Суретке қарап, бұл тұлға қазақ тарихында қандай рөл атқарған болуы мүмкін? Ол кім болуы мүмкін? Айта ғой? Ол сол нені бастаған, көтерілісті бастаған. Ұлт азаттық көтеріліс басшысы екен. Енді қараңдар, картада көрсетілген аймақтар не себепті бұл көтеріліспен байланыстырылған деп ойнайсыңдар? Яғни Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліспен бұл картаның қандай байланысы бар? Нұрхан айта ғой? Кенесары хан 300-інде көтерілісін қамтыды. 300-дің аумағын қамтыған көтеріліс екен. Дұрыс айтасыңдар. Өте тамаша. Ендеше балалар, мына бір бейнероликке назар аударайық. ғасырдың ортасында халықтың жағдайы нашарлай бастады. Жер табылды, салық көбейді. Біздің жерімізді қорғап қалатын бір жетекші керек. Елім, бүгіннен бастап жерімізді, намысымызды, еркімізді қорғаймыз. Жеріміз қайтарылсын, артық салық жойылсын, хандық билік қалпына келсін. Кенесары халық үшін әділ талап қойды. Бірлікте жеңеміз. Жер үшін, ел үшін алға. Кенесары бастаған қозғалыс қазақ халқының еркіндікке ұмтылған рухының символы болып қалды. Ендеше балалар, біз бейнероликті көрдік, жаңа тамашаладық, иә? Демек, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыс.
Бүгінгі сабақтың зерттеу сұрағы Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды? Біз бүгінгі сабақтағы орындайтын тапсырмаларымыз барысында осы зерттеу сұрағына нақты жауап береміз деген ойдамыз, иә? Ал бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау және де ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға беру. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің себеп-салдарын анықтап, тарихи маңызына баға беретін боламыз. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сіздердің отырған орындарыңызға қарай 3 топқа бөлгім келіп тұр. Демек, бірінші топ інжу отырған топ, ол сіздерде бірінші топ боласыздар, бірінші қатар, екінші қатар мына жерде Азамат отырған екінші топ боласыздар, ал үшінші қатар мына жерде Санияр отырған сіздер үшінші топ боласыздар. Енді тапсырманы орындамас бұрын мен сіздерге бүгінгі тақырыпқа байланысты қосымша мәліметтер берем, мәтіндер. Осы мәтінді оқи отырып, қазір QR код таратам. Осы QR кодты телефондарыңызға сканерлеп, 1 минуттық бейне роликті көреміз, ары қарай тапсырма орындайтын боламыз. Ал QR кодты сканерлеп қойыңдар. 1 минуттық бейне ролик бар бұл жерде. Көріп болдық балалар? Көріп болсақ балалар, ендеше мен сіздерге тапсырма дайындап келдім. 3 топқа 3 түрлі. Жаңағы бейне роликті көрдік, мәтінді алдарыңызға қойдым. Оқулықты қоса пайдалана отырып, бірінші топтық жұмыс сіздердікі Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің себептерін және де Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің мақсатын бөлек-бөлек жазып шығасыздар. Екінші топ, сіздерде Кенесары Қасымұлы көтерілісінің жеңілу себептері, тарихи маңызын жазасыздар. Үшінші топ, сіздер картаға қарай отырып, жаңағы ұлт-азаттық көтерілістерді анықтайтын боласыздар. Бұл жерде Кенесары Қасымұлы көтерілісі, Исатай Махамбет көтерілісі және де Сырым Датұлының көтерілісі. Енді оқушылар топтық жұмысқа 5 минут уақыт беріледі. Әр топтың өзінің тапсырмасының астында дискриптор бар. Міне, дискрипторға қарай отырып, 2 балдық жүйемен бағаланатын боламыз. Бірінші топтың жұмысы, екінші топтың жұмысы және де үшінші топтың жұмысы ол картамен жұмыс. Ал уақыт кетті. Уақыт кетті. Сіздерде картамен жұмыс, иә? Аяқталды, иә балалар? Әнеки қай топ бірінші шығады дайын екен?
Бірінші топ, үндеудің тобы дайын екен, кәнекей келе қойыңдар. Балалар келесі басқа топтардың мұқият тыңдап, қазір бағалауға атсалысып отырасыздар. Бірінші топтың тапсырмасын оқып өту басшысы. Бірінші топтың тапсырмасы Кенесары Қасымұлы көтерілісінің себептері мен мақсаттарын бөліп жазамыз. Бірінші себебі Ресей империясының қазақ даласындағы хандық билікті жою. Екінші себебі патша үкіметінің әскери отрядтары қазақ ауылдарына шабуыл жасап күн көрсеткен. Үшіншісі отаршылдар еліміздегі ауыл салық жою. Төртінші себебі қазаққа салынатын алым салықтың көбеюі. Бесінші себебі патша үкіметі қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлері жүйелерін әскери бекіністер салу үшін жаппай таратып ала бастауы. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің мақсаты Ресей құрамына кірілген жерлердің тәуелсіздігін сақтау. Бірінші мақсаты, иә, тамаша. Және де оның екінші мақсаты қазақтардың құлдықтар тепкісіне босатуы. Тамаша, жарайсыздар отыра ғой. Екінші қай топ? Екінші топ шыға ғой, азаматтың тобы. Екінші топтың тапсырмасын нақтылап оқи ғой. Топ басшысы. Кенесары Қасымұлы көтерілісінің жеңілу себептері мен тарихи маңызын бөліп жазды. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің жеңілу себептері. Біріншісі, қазақтардың саяси және ішкі бытыраңқылығы. Екіншісі, патша үкіметінен жеңілдіктер алған сұлтандар мен билердің орталықтандырылған біртұтас феодалдық мемлекет құруға мүдделі болмауы. Үшінші себеп, жүзге шектелген қазақ рулары көтерілістің негізгі өз жерінде қолдап, қоқан және қырғыздармен күрестен бойларын алшақ ұстауы. Алшақ ұстауы, иә. Төртінші себеп, Кенесары өзі қолдамаған ауылдарға Озбырлықтарын көрсетуі. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің тарихи маңызы. Бірінші маңызы 1837-1847 жылдары көтеріліс 300-дің басын біріктірді. Екінші маңызы отаршылдық саясатқа қарсы ең ірі көтеріліс болды. Тамаша. Келесі тарихи маңызы қандай болды? Соңғы үшінші тарихи маңызы Кенесары Қасымұлы қозғалысы қазақ еліне ішкі қайшылықтың патша үкіметінің отаршылдық саясатына байланысты екенін көрсетеді. Дұрыс, тамаша. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Тамаша. Үшінші топ шыға ғой, Санжардың тобы. Үшінші топта бізде картамен байланысты, иә. Үшінші топтың тапсырмасын және де жаңағы тапсырманың орындалуын айта қоямыз. Бірінші тапсырманы айта ғой. Біздің топтың тапсырмасы картадан соғыс қимылдары көрсетілген ұлт азаттық көтерілістерді табу. Кенесары Қасымұлы, Сырым Датұлы және Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы ұлт азаттық көтерілістері. Кенесары Қасымұлының көтерілісі уақыты 1837-1847 жылдардың аралығында болды. Оның аумағы орта жүз, ұлы жүз, кіші жүздің кей аумақтары болды. Оның негізгі ерекшелігі қазақ хандығының қалпына келтіруі 300-дің басын қосуы мақсатында болды. Ал картада көрсетілген аймақ Астана, Ақмола, Жетісу және де ұлы жүз, орта жүздің аймақтары. Яғни Қазақстан территориясының біраз бөлігін қамтыды. Келесі. Көтеріліс атауы Сырым Датұлы көтерілісі уақыты 1783-1797 жылдары. Аумағы кіші жүз, шығыс Қазақстан. Негізі ерекшелігі жер мәселесіне және патша отаршылығына қарсы көтеріліс негізіне кіші жүзде шалынған. Картада көтерілістің аймақтары кіші жүздің оңтүстік және шығыс өңірлері Семей маңы. Көтерілістің атауы Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлының көтерілісі уақыты 1836-1837 жылдары. Аумағы Батыс Қазақстан Торғай облысы. Негізгі ерекшеліктері жердің таптық алуында және отаршылдықтың қарсы тұрған көтерілісі мен Кенесарының көтерілісіне дейінгі кезең. Картада көрсетілген аймақтар Торғай өңірі мен Батыс Қазақстанның аймақтары болды. Демек, 1836-38 жылдардағы Исатай мен Махамбет көтерілісі Қазақстанның қай өңірінде екен? Батыс өңірінде екен. Тамаша, отыра қойыңдар балалар.